Поэзия жанымның қалауысың. Сен менің қолдаушымсың, қанатымсың. Көңіліме мұң түсіп кеткенімде әрдайым оятып та алатынсың. Қазақша тосмастерде не айтамын дегенімде ойыма поэзия сен келгейсің. Өмірімді кезеңдерге тармақтап, айтып өтсем мен сіздерге жариялап. Балалық кез, ең тәтті кез есімде. Есімде тау шатқалы, жалғыз үй, әке-анама еркелеген кезімде. Мектепте болдым ұяң үнемі, оқып келіп сабақты, көтермеймін қолымды. Әдебиетші апайым сұрап еді ойымды, өлең шымақ жолдарымен бөлістім мен сыныппен. Содан бастап жарыстарға қатыстым. Ашылып, адамдармен араластым. Поэзияға махаббатым мектеп кезден екенін, оны айтып, міне сіздерменен бөлістім. Мектеп бітіп, студенттік өмірім Алматыда басталды. Лекциялар мен сессияларды даяршылық жұмыспен үлгеруге барынша қатарласып тырыстым. Оқу бітті, қолда диплом. Қызыл емес көк болса да, тарих оқытушысы колледж студенттеріне сабақ беруменен жалғасты. Бюрократия жолына бағыналмай, 2 жылдан кейін арыз жаздым, жұмыстан шықтым. Басты сұрақ келді. Мен кіммін, немен айналысамын? Зерделей келе, өмір теңіз, тағдыр кеме, ал мен капитанмын. Компания аштым өз атыма. Айналыстым саудамен. Көңілім ашық, өзім аңқау. Сатып аламын деп тауарды, жолықтым мен алаяқтарға. Жіберіп ақшаны, алаяқ жоқ, ақша жоқ. 2 жылдық еңбегім қарызды өтеуменен жалғасты. Тәжірибе көбейген сайын жұмысым оңайланды. Мақсаттарым айқындалып, армандарым орындала бастады. Керемет достар, ғажайып орта, шетелге деген саяхат. Өмірім менің сәнді де мәнді дегенімде, таяп қалды жасым менің 30-ға. 30 жаста күйеуің жоқ, балаң жоқ деп. Айналдым мен әжемнің уайымына. Әжем емес, әкем маған айтады. Жазып бер сен маған қол қатыңды. Осы жылы күйеуге кетемін деп. Алғашында ренжитінмін, ашуланып. Қазір ойлайтыным, жақсылық қалап айтуда, қабылда оны қабылда. Адамға адам керек әрқашанда, жүрген шығар менің теңім бір жақта. Алланың қалауы ғой барына. Осы күнге дейін түсінгенім, бақыт деген күнделікті өмірің. Қазіргі кез, қазіргі сәт. Көзің ашылып, аяғың жүріп, жүрегің сезіп, жаның соққан кез. Назарларыңызға рахмет.